Кибербуллинг біреуге әлеуметтік желі немесе түрлі сайт арқылы қоқан-лоққы көрсету. Әдетте олар жәбірленушіге қоңырау шалып, әлеуметтік желідегі парақшасына жазып қорқытады. Кибербуллингтің түрлері: әлеуметтік желілерде біреу туралы жалған ақпарат тарату немесе оның келісімінсіз фотосуретін жариялау. Хат жазу, қорқытып үркітетін хабарламалар жіберу. Бөтен біреудің атынан парақша ашып, жазба және хабар тарату. Шынайы өмірде қудалау және кибербуллинг көбінесе бір уақытта қатар орын алады. Бірақ интернеттегі қудалау цифрлық із қалдырады, сол себепті қорқытуды тоқтату үшін қажет дәлел бола алады. Кибербуллинг ұғымына кеңінен тоқталсақ: күш көрсету, итеру, соғу, заттарды білдіру, ауызша тиісу, намысқа тиетін сөз айту, мысқылдау, қорқыту. Әлеуметтік тұрғыда тиісу, елемеу, оқшаулау, сыбыс тарату сынды формалары бар. Кибербуллинг дегеніміздің өзін алатын болсақ, ол әлеуметтік желі арқылы адамдардың бір-біріне қысым жасауы. Жалпы кибербуллинг қазір үлкені де, кішісі де, жаңағы мектеп оқушылары, жасөспірімдер барлығының қолында телефон, әлеуметтік желі болғандықтан жаңағыдай сөзбен, видеороликпен, болмаса жаңағыдай фотосуреттерін алу арқылы бір-біріне жаңағыдай қысым көрсетіп, шабуыл жасайды. Кибербуллинг бұл буллингтен де қауіпті. Өйткені кибербуллинг адамның жаңағыдай психоэмоционалды және эмоциялық жағдайына әсер етеді. Сонымен қатар ол өз-өзіне қол жұмсауға алып келуі мүмкін нәрсе. Кибербуллинг кезінде жаңағыдай ғаламтордан қол үзіп, кішкене жаңағы айналамызға, болмаса жасөспірімдерге айтатын болсақ, сабаққа деген сияқты, өзіміз қатарлы үлкен кісілерге айтатын болсақ, жұмыспен, болмаса отбасымен кішкене көңіл бөліп айналысуға болады. Себебі қазір барлығының қолында телефон, интернеттік желі болғандықтан таңертеңнен кешке дейін біз жаңа әлеуметтік желіде отырамыз. Оның барлығы шынайы өмірден бізді алыстатып, терең күйзеліске алып келеді. Ал күйзелістің арқасы әрқашанда өз-өзіне қол жұмсау болып табылады. Интернет игіліктің ғана емес, қиғылықтың ортасы. Кейде алдымызда тұрған экран мен қолымызда тұрған смартфонның өзімізге зияны тиюі мүмкін. Кибербуллинг соның бірден бір мысалы. Егер сізге әлеуметтік желі арқылы шабуыл жасаса, онда алдымен өзіңізді қорлаған адамды бұғаттаңыз, оған мүлдем жауап қайтармаңыз. Ал жазған хаттары мен жазбаларын дәлел ретінде сақтап қойыңыз. Өзіңізді қорғаудың басты жолы ақпараттық қауіпсіздік. Содан соң құқықтық сауаттылығыңызды арттыруыңыз керек. Сондай-ақ балаңыздың да әлеуметтік желідегі әрекетін басты назарда ұстаңыз. Қатардан қалмауы маңызды, бірақ қауіпсіздігі одан да маңызды.